Сабақтың тақырыбы өткенді бекіту. Сабағымыздың мақсаты қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу арқылы қолдану. Бағалау критерийі. Бірінші, жақшалы өрнектердің мәнін табуды біледі. Екінші, жақшасыз өрнектердің мәнін табуды үйренеді. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ауаның ластану көздерін ата, өрнектерді мәнмен сәйкестендір, өсу ретімен айт. Балалар, ауаның қандай ластану тәсілдерін көздерін білесіңдер. Біз суретте көріп тұрғанымыздай, ол бізде заводтың қалдықтары, яғни өндірістік ластану. Екінші суретте көріп тұрғанымыздай, табиғи ластану болады. Орманның өртеніп жатқанын байқап отырған шығарсыздар. Үшінші суретте ол көліктер, яғни көліктен шыққан газдар табиғатымызды ластайды. Төртінші суретке назар салсақ, ол бізде қалдықтар, яғни өзіміздің адамдардың пайдаланған қалдықтары болып табылады. Енді балалар, мына өрнектерге назар салайық. Бірінші өрнекке қарайық. 4 көбейтілген 3 қосылған 5. Жауабы қанша болады? Бірінші қандай амалды орындаймыз? 4 пен 3-ті көбейтеміз. 12. 12-ге 5-ті қосамыз. 17. Бұл өрнектің жауабы қандай суретке сәйкес келеді? 17 ол бізде өндірістік ластануға сәйкес келеді. Екінші өрнекке назар салайық. 4 көбейтілген 4. 4-ге 4-ті көбейтсек 16 болады. Бұл яғни қалдықтар болып табылады. Үшінші өрнекке назар салайық. 2 көбейтілген 5 қосылған 1. Бұл жерде бірінші бізде 2 мен 5-ті көбейтеміз. 10 болады. Оған 1-ді қосамыз. 11. 11 қандай суретке сәйкес келеді? Табиғи ластану, яғни 11 деген өрнектің жауабы табиғи ластану суретіне сәйкес келеді. Үшінші амалды орындадық. Енді төртінші өрнекке назар салайық. 4 көбейтілген 9 қосылған 20. Әдеттегідей, бірінші 4-ке 9-ды көбейтеміз. Яғни көбейту амалын орындаймыз. 4 жердегі 9-ым 36. 36-ға 20-ны қосамыз. Жауабы 56 болады. 56 ол көліктер. Яғни 56 жауабы көліктер суретіне сәйкес келеді. Келесі тапсырмаға назар салайық. Екінші тапсырма. Карточкалардағы өрнектерді пайдаланып, тура және тура емес теңдіктерді құрастыр. Балалар, сіздер теңдіктерді көріп тұрсыздар. Ендігі тапсырма осы өрнектер арқылы теңдіктер құрастыру. Ол өз бетінше орындалады. Үшінші тапсырма. Есептерді шығар. Кері есеп құрастырып, оларды шығар. Автокөлік бір жұмыс күнінде ауаға шамамен 9 килограмм пайдаланылған газды шығарады. 4 көлік бір күнде ауаға неше килограмм газды шығаруы мүмкін? Балалар, егер сіздер бұл есепті шығарып болсаңыздар, есепті тексерейік. Пайдаланылған газ 9 килограмм. Автокөлік саны 4. Барлық пайдаланылған газ бізде белгісіз. Шешуі 9-ға 4-ті көбейтеміз. Тең 36. Неге 9-ға 4-ті көбейттік білесіздер ме? Себебі бір автокөлік 9 килограмм
пайдаланылған газ шығарады. Ал 4 автокөлікті табу үшін 4-ті 9-ға көбейтеміз. Жауабы бізде 4 автокөлік күніне 36 килограмм газ шығарылуы мүмкін. Жарайсыңдар, балалар. 4-ші тапсырма. Салыстыр. Бізде берілген өрнектерді пайдаланып, осы есептерді шығарып, мәндерін бір-бірімен салыстыру қажет. Нақтырақ түсіндіре кетсем, бірінші мына өрнекті шығарамыз. Екінші мына өрнекті шығарамыз. Және де осылардың жауабын бір-бірімен салыстырамыз. Жауабын үлкен немесе кіші тең таңбалармен көрсетеміз. Балалар, екінші теңдікті де солай орындаймыз. Бірінші өрнекті шығарамыз. Екінші өрнекті шығарамыз. Теңдігін немесе үлкен кіші екенін ортасына жазамыз. Бұл тапсырмамен оңай меңгереді деп ойлаймын сендерді.